Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Каз онлайн арнасына қош келдіңіздер. Бұл жерде біз информатика пәнінің БЖБ жауаптарын беретін боламыз. Олай болса, мен бүгінгі БЖБ-ға көшейін. Бұл біздің 6 сыныптың БЖБ 1-90-дағы алатын БЖБ-мыз. Жақсы, олай болса, біз бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетейік. Сіздерден үлкен өтініш. Жақсы. 1-90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Компьютерлік жүйелер және желілер бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз бірінші тапсырмаға өтейік. Бірінші тапсыра суретті мұқият қараңыз дейді. Суретке бірінші мұқият қарап аламыз және де эргономика ережесі сақталмаған екі әрекетті көрсетіңіз дейді. Бізде оқушы жұмыс істеп жатқан адам бірінші қатесі ол компьютерға өте жақын отыр. Бізге ол не істеуге болмайды, сақталмағаннан кейін компьютердің ережесіне сай келмейді. Екінші, бізді артық тамақ алуға болмайды деген ережеміз бар. Бұл компьютер барысында жұмыс жасау барысында кофе ішіп отырып, бұл бізге дұрыс емес деген ақпарат. Және де үшінші, бізде компьютер жұмыс жасау кезінде компьютерге арналған көзілдір киюге болмайды деген жоқ. Міндетті түрде көзімізге көзілдірік киюге болады. Көзімізді сақтау үшін. Бірінші сұрақтың жауабы екеу. Дұрыс жауапқа 2 балл беріледі деген. Жазып алдыңыздар ма? Келесі, интернетке тәуелділік белгілерін жазыңыз. Енді балалар, біз өткен сабақтарда интернетке тәуелділік бойынша қандай не істеу арқылы тәуелді болатынын айтқан болатынбыз. Енді қаратыңыздар, мұғалімдеріміз сіздерге үйреткен. Бос уақытты тек интернетке өткізе беру, әлеуметтік желіден шектен тыс өткені, желіде ойнайтын ойындар, фильмдер көру, тәуелді адамдардың басқа адамдармен қарым-қатынасы азаяды. Және де үнемі компьютердің алдында отырғаннан кейін оның ұйқысы қанбай жүреді, дұрыс тамақтанбайды, спортпен шұғылданбайды. Біздің дұрыс өміріміз болсын. Жас қойсаңыз да болады. Үшінші тапсырма есептеуіш техника қолданылатын құралды анықтаңыз. Сәйкестік орнатыңыз. Есептеуіш техникасының буындары 4-ке бөлінеді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бірінші сұрақта сендерге бірінші жауап берілген. Қайсы екенін сендер ары қарай айықтасын дегендей. Біріншісі С. Электрондық шамдар. Бірінші компьютерлер басталған, есептеу техникасы басталған кезде олар электрондық шамдармен жұмыс жасаған болатын. Одан кейін жартылай өткізгіштік транзисторлер арқылы жұмыс жасай бастады. Одан кейін жартылай өткізгіштік транзисторлер арқылы жұмыстарын жалғастырды. Келесі қазір мен сіздерге белгілеп берейін. Біріншіміз біздің бірінші электрондық шамдар болса, екінші жартылай өткізгіштік белгілеп қояйын. Үшінші интегралдық схемалар. Әртүрлі микросхемалар арқылы жұмыс жасай бастады. Үшінші буын компьютерлер. Төртіншісі бізде қазіргі компьютерлер процессор арқылы жұмыс жасап жатыр. Д жауабы. Жақсы, осылай белгілеп алыңыздар, естеріңізден шығып кетпесін. Бұның барлығын дайындалып барғандарыңыз жөн. Осы жердің тура сол жерді көшіріп жатпай. Жақсы, олай болса келесі сұраққа өтейін. Келесі сұрақ берілген құрылғылардың даму кезеңіне қарай
сәйкес шығу ретін анықтаңыз дейді. Бірінші абак шыққан. Мен сіздерге барлығын белгілеп көрсете салайын. Дәл солай орнатасыздар. Бірінші абак шыққан, одан кейін екіншісі аналитикалық машина, үшіншісі арифмометр, одан кейін әмбебап есептеуіш машина, универсальный деген сияқты ғой. Барлығы осы дұрыс жауаптар, осылай белгілеңіздер. Жақсы, олай болса мен 5-ші сұраққа өтейін. Бізде қараңыздар, жұмыс үстелінде орналасқан белгішелер мен олардың қызметі арасында қандай сәйкестік бар, орнатыңыз дейді. Бізде 2 белгіше көрсетілген. Осы 2 белгішеге қайсысы, мына анықтамалардың қайсысы тура келеді, соны сәйкестендіреміз. Бұл жерде мен мынаны қазір алып алайын. Мына, мен қазір не алып алайыншы, фигура алып алайын, белгілеу сәйкестендіруші. Бізде бірінші компьютер не істейді? Қатқыл дисктегі барлық ақпаратты бізге көрсетіп тұрады. Орналасқан файлдар мен файлдарды көруге және оның ішіне кіргеннен кейін өңдеуге рұқсат береді. Екінші корзина. Корзина не? Жойылған заттарды уақытша сақтайды. Жойылған болмай файлдарды уақытша сақтайды деп қойған. Міне, дәл осылай екеуін белгілеп қоямыз. Естеріңізді сақтап алыңыздар. Және де одан кейін 6-шы тапсырмаға өтейін. 6-шы тапсырма. Компьютерді немесе мобильді телефондарды және басқа да құрылғыларды Wi-Fi желісіне қосу үшін қандай құрылғы қажет дейді. Енді осы заттардың барлығын қосу үшін бізге роутер қажет. Дұрыс жауабымыз біздің роутер құрылғысы қажет. Жауапты белгілеп жазып жаттап жүріңіздер. Мен сіздерге осы кітаптарда көрсетейін, қай жерде қайсы жауаптар бар екен. Біздің бірінші сұрағымыз не еді? Компьютерлік еске қазір көріп алайық. Бірінші сұрағымыз эргономика, тақырыбымыз эргономикада көрсетілген. Қандай жаттығулар, қандай нелер дұрыс емес екені бізге көрініп тұр. Дәл сол ережелерді біз эргономика тақырыбынан іздейміз. Эргономика дегеніміз не деген тақырыптан іздейміз. Осы жерден эргономиканың заңдылықтарын оқимыз, дұрыс емес екенін жауап береміз. Екінші сұрақ интернетке тәуелділік белгілері дейді. Интернетке тәуелді адамның белгісі, қараңыздар, интернетке тәуелді бос уақытта айналысады, және де интернеттегі адамдар тәуелді басқа адамның қарым-қатынасын азаяды, үнемі компьютердің алдында отырып ұйқысы қанбайды деген сияқты. Осы тәуелділіктің түрлері арқылы анықтайды екенбіз. Үшінші сұрағымыз біздің есептеуіш техникасы буындары дейді. Бізде буындарын жаңа белгілеп кеттік. Оны біз есептеу техникасының даму тарихынан білеміз. Бірінші абак тұр, және де одан кейін аналитикалық машина деген сияқты. Олардың барлығын интернеттен іздеп жауап береміз. Жақсы, олай болатын болса, үшіншісі бізде. Төртінші сұрағымыз даму кезеңінде қарай белгілеңдер дейді. Бізде үшінші сұрақ буынның жартылай өткізгіш транзисторлар деген осы жерлерде бізде барлығы көрсетіліп тұр. Бірінші машинада не бар? Лампа, электрондық лампа. Одан кейін екіншісінде транзисторлық жартылай өткізгіштер, үшіншісінде схемалар, кейінгісінде микросхемалар, олардың бәрі қазіргі процессор деп есептейміз. Төртіншісіне есептеу құрылғыларын интернеттен ізде деген тапсырма берілген. Сол жерде біз интернетті ақтарсақ, осы жерлердің қалай тұрғанын білеміз. Және де үшіншісі біз белгішелерге қалай анықтамасын білеміз. Және де компьютер немесе мобильді құрылғыларды сымсыз Wi-Fi желісіне қосу үшін роутер керек екенін біз сол сымсыз желілер тақырыбынан іздейміз. Сымсыз желілер тақырыбына келеміз. Сымсыз желілер тақырыбынан біз іздейміз. Қай жерде қандай қосылулар бар екен? Қараңыздар. Wi-Fi арқылы қосылады, бірақ схемасы тұр бізде. Бәрін қосатын роутер. Телефонды да, ноутбукты да, компьютерді, интернет желіге қосатын роутер.
Жақсы, олай болса сіздерге мен жауапты толық түсіндіре алдым деп ойлаймын. Назарлап тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі БЖБ-ларда кездескенше сау болыңыздар.